Ассаламалейкум бауырлар. Бүгінгі подкаст адам Алла тағалаға толықтай тәуекел ету керек. Сен толықтай тәуекел еткен кезде Алла тағала саған бүкіл есікті ашып береді. Тіпті құмды шөлдің, Сахара дейді ғой, құмды шөлді А точкадан Б точкаға кесіп өткен кезіндегі әулиелер болған. Олар не үшін? Біз болсақ шөлде қарнымыз ашып өліп қалуымыз мүмкін да. Ал ол адамдар Аллаға деген тәуекелі күшті болғандай одан аман есен өтіп кетеді. Санасындағы не? Бұл жердегі тәуекел. Сен мықты тәуекелің болса, сенен бай адам жоқ қой. Егер сен ақшаңа сеніп, денсаулығыңа сеніп, атақ мәнсабыңа сеніп, үкіметке сеніп, ата-анаңа сеніп отыра беретін болсаң, ешқашан Алладан тәуекел күтпей-ақ қой. Адам біраз ақша тауып алғаннан кейін, бүгінгі естігенім ғой, 50 миллион, 100 миллион табу бір адамдарға өте оңай болған бір адамдарға. Сосын сол 50-100 миллионды қайтадан таба алмаған. Не себеп? Өйткені басында ол Аллаға деген тәуекелі өте күшті болған. Көрдің ба? Сол сияқты олар өздері айтып отыр. Екіншіден, сол 50-100 миллионды артынан таба алмай қалдық дейді. Өйткені адам ақшасына сеніп қалады ғой. Көрдің бе? Сахабалар да кезінде соғысқа қатысқан кезде аз адаммен көп жауды жеңетін болған. Неге? Алла көмектеседі деген тәуекел бар да ода. Ал көп болған кезде жеңіліп қалған кездер болған. Бұндағы мәселе бұл ширк емес. Бұл адамның тәуекелін айтып жатырмын ғой. Сол үшін бауырым, тәуекеліңді, Аллаға деген тәуекеліңді әрдайым ойында ұста. Ақшаңа, денсаулығыңа сен қалма ешқашан. Мына уақытыңа, жастық шағыңа сен қалма. Қазір жаспын деп. Алла бәрін беруші ғой. Тек сенен мықты тәуекел керек. Есептелген тәуекел болу керек.